Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Бүгін біздер Алматы облысының су астында мекендейтін тіршілік иесіне саяхатқа шығатын боламыз. Оңтүстік Шығыс Азиядан заңсыз ауып келген жыланбас балықтар біздің өңірімізде осыдан 7-8 жыл бұрын пайда болды. Ал Сырдария өзеніне одан бұрын келіп, өзінің іс-әрекетін еркін істей бастады. Ал тарихи мекені Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Бирма секілді мемлекеттерде бұл балық нағыз деликатес саналады. Европа мен Америка мейрамханаларындағы шығыс ас мәзірінде жыланбас балыққа сұраныс жоғары. Етінің бағалылығы батыс елдерге экспортталуға дейін жетті. Тіріде алып өту әрине рұқсат етілмеген. Көп балықтар су астында осы бір жыртқышпен тайталаса алмайды. Жыланбас балықтар кез келген ортаға сіңіп, өмірін жалғастыра береді. Балық сусыз жерде бірнеше сағатқа дейін шыдайды. Ал суы таяз көлшіктерде барынша тіршілікке ұмтылады. Тістері өткір жыланбас балықтар жыртқыштар санатында. Алғашқы мекен ету аумағы қиыр шығыстағы Янцзы өзенінен Амур өзеніне дейін болды. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Мәскеу зообағынан Азиядағы Кулган-Черчик балық шаруашылығына 100-ге тарта жыланбас балық алып келінді. Осылайша балықтар көбейе Сырдария өзеніне түскен. Одан әрі тіршілігін жалғастыра Өзбекстан, Түркменстан мен Қазақстан өзендеріне кеңінен жайылды. Ал Іле өзеніне жыланбас балықтар Қытайдағы арнайы тәлімбақтардан ауып келген болатын. Дамбылардың бірінен шел кетіп, өзен суына түскен деген болжам бар. Тағы бір ақпар, су маңындағы құстардың бірі балықтың уылдырығын тырнағына іле ұясын ашады. Сол сәтте кей уылдырықтар жолай түсіп, суға кетеді. Бірақ жыланбас балықтар уылдырық шашпайды. Жыланбас балықтар өте сақ, әрі мінезді. Оны аулау үшін алдымен толықтай танысу керек. Теориямен суға қанша қармақ салсаңыз да аулай алмауыңыз мүмкін. Біз жақсы су қоймасын таптық. Ескі Жиделі өзенінің жүйесі өскіндерге толы биыл. Бұл аумақ қараусыз қалған су саябағы. Мұнда сазан, ағамур, жайын, ақ балық, көк серке балықтар мекендейді. Бірақ осындай тамаша тыныш мекенде тағы бір тіршілік иесі пайда болды. Ескі Жиделі су арнасына жыланбас балығы ауып келді. Мекенге келісімен өзінің жай балық емес екендігін аңғартып, мінезін көрсете еді кете бастайды. Бүгін біз әйгілі балықшы Александр Глушаковпен бірге жыланбас балық аулайтын боламыз. Қайда көтеріліп кеттік? Көз алдында елестете алар емеспін. Сағалары тіпті көп, есте сақтау мүмкін емес. Бірақ Александр барлығын есінде сақтаған, жолсызбен еркін жол тауып келеді. Александрмен бірге қайықты есе самсаған сағамен өзен арнасында лабиринтте жүзгендей жүріп келеміз. Александрдың осындай кішкене қайық таңдағанын енді түсіндім. Үлкен қайық болса, мынадай лабиринтті сағалардан айнала алмас еді. Мұна кішкентайдың өзімен әрең қозғалудамыз. Тіпті миллиондаған кедергілер. Жеттік. Зәкірді тастап, жыланбас балық іздемекпіз. Міне, жыланбас балықтар мекендейтін өзенге де келдік. Қазір Александр бізге жыланбас балықты қалай ұстау керектігін көрсетеді. Жыланбас балықты ұстаудың дұрыс әдісін.
Жалпы бұл балықтар мінезді болғандықтан сақтыққа аса көп мән бермейтін. Бірақ соңғы жылдары жиі ауланатын болғандықтан олардың іс-әрекеті де өзгере түскен. Содан болар бүгіндері балықтар алаңсыздығын жоғалтқан. Балықшыны байқаса болды, барынша жасырынып қалуға тырысады. Қазір барлық әрекетті өз көзімізбен көріп, сіздерге де ұсынатын боламыз. Көл аса таяз емес, бірақ ортаңғы бөлігінде қамысты аралдары көп екен. Судың мөлдірлігі 5-6 метрге дейін. Мен жыланбас балықтар туралы сан түрлі оқиғалар естідім. Енді сол естігенімді көзбен көретін мүмкіндік. Дереу су астына сүңги, әлгі жыртқыштың іс-әрекетін көргім келді. Су астына сүңгігеніміз сол еді, Семирамида бағында ертегі әлеміне кіріп кеткендей болдық. Елу метрдей жүзісімен кішігірім ақшытыр шөбін көрдік. Аспанда қалықтаған бұлттардай тербеліп тұр. Александр, бұл ақшытырлар жыланбас балықтікі, сондықтан осы маңайда жүрген болуы мүмкін деді. Шындығында көп ұзамай жыланбас балықты көзіміз шалды. Ол басқа жыртқыштардан өзінің балаларын жасырған шөпті қатаң бақылауын алған. Мұны арада мыңдаған балық балалары бар шығар. Біз санап жатпадық. Мүмкін осылардың 10-нан 1 бөлігі тіршілікке үйреніссе, 5 жылда мұнда қаншама жыртқыштар пайда болатындығын елестету қиын болды. Жыланбас балықтарында аналық инстинкт жақсы дамыған. Содан болар кейде бұл балықтар балықшының өзіне шабуылдап жатады, ұрпағын қорғау үшін. Змей-голова, она сейчас, у нее маленькое потомство. Жыланбас балық, мұнда оның араның ұясындай мыңдаған баласы жиналыпты. Оны анасы бақылап тұр. Басқа жыртқыштар жақындаса дереу шабуылдап, қууға тырысады. Соңғы 7 жылдың ішінде жыланбас балықтар саны 100 есеге көбейді. Әрине бұл көлем су асты тіршілігіне кері әсер етері сөзсіз. Сондықтан еліміздегі кез келген су қоймасында жыланбас балықтарды аулау жыл бойына рұқсат. Бірақ мұның өзі де балықтардың өсуін тоқтатар емес. Александр ескек аяқты сермеме ақырындап жақындай бастады. Жыланбас балықтар мінезі әртүрлі. Кейбірі бүкірейіп, шабуылдап, өзін ашулы көрсетеді. Осылайша жыртқышты үркітпекке әрекет істейді. Алғашында барлық жыланбас балықтар өздерін осылай ұстағанымен, жылдар бойы аулау әдісі олардың мінез құлқын өзгерте бастады. Кейбірі балықшыны байқаса балдырлардың арасына бірден тығылып қалады. Жыланбас балықтарды аулау оңай жұмыс емес, иә? Иә, жыланбас балық қанша ірі болған сайын соншалықты сақ. Көрсе болды, балдыр астына бірден тығылады. Бұл әрине жыланбас балықтардың бүгінгі іс-әрекеті. Ескісіне қарама қарсы. Олар мұндағы қауіптіліктің жаңа түрлерін еркін меңгерді. Әрі оларға қандай әрекет істеу керектігін де ойластырып қойған. Уақыт өткен сайын бұл балықтардың генетикасына толықтай осы процесс енетін болса, болашақта жыланбас балықтарды аулау тіпті қиындайды. Қазір тағы ары жүзейік. Сол жақтан іздеп көреміз. Біз су қоймасын зерттеуімізді тоқтатпадық.
жыланбас балық бізді байқап қойса керек, дереу қауіпсіз жерге жасырына бастады. Александр ширақ қимылдамай ақырындап жақындап шүріппені көздей басып қалды. Алғашқы олжамыз бар. Жыланбас балық өте күшті балық. Александрға өзіне сай қарсыласпен алысуға тура келді. Су асты гладиаторлары тез берілмейді. Қанша жараланса да ірі балықтар соңында дейін күреседі. Александр өз қарсыласын олжасын ақыры жеңді. Аталық па, аналық па түсініксіз. Бұл балықтарда айырмашылық айыру өте қиын. Су астында балық аулаушылар үшін осы жыланбас балықтардағы басты сауал олардың ірілігі мен салмағының көптігі. Осы сауалға байланысты сан түрлі сыбыстар бар. Естуімізше 40 келіден 140 келіге дейінгі салмақтағыларын атқан сәттері болған екен. Бірақ Александр балқашта ең ірі деген жыланбас балықтың салмағы 7 келіні құрағанын айтты. Әрине, бұл да жақсы көрсеткіш. Александр жыртқышты атты. Қараңыздар, «Чужой» 2 фильмінің кейіпкеріне ұқсайды екен. Менің ойымша, мына су жағасындағы қалың өскіндер жыланбас балықтардың мекен етуіне жақсы орын. Жарты сағаттай су астын бейне камераға түсірдік. Сол сәтте тағы бір жыланбас балықты көзіміз шалды. Жыланбас балық жергілікті балыққа жатады. Олардың әр жұбының су астында өз аумағы бар мекен ететін. Әрі сол орынды қызғыштай қорғайды. Бұл аумақтың мөлшері ондағы қорекке байланысты белгіленеді. Жыланбас балықтың негізгі қорегіне мөңке балық, қаракөз, ақ балықтың кішілері жатады. Бұлардың мекендеу аумағы 20-50 метр аралығында. Ал егер аумағындағы қорек көз азайса, ол көлемін үлкейте бастайды. Тағы 200 метрді жүзгенек алдымыздан шықты. Бұл жолы ірі жыланбас балық мінезін көрсете бастады. Мүмкін, әлі су астындағы қарудың дәмін татпаған болар. Шынын айтқанда оның үлкендігі 5 келіден аспайды. Әрине, адам баласына аса қатты қауіп төндірмесе де, оның денесін үрпейтіп, қорқынышты түр жасауы бізді қатты қызықтырды. Әрине, өзіңді бір түрлі сезінеді екенсің. Осы бір кішігірім су асты тіршілік иесі өз ұрпағын өлілгенше қорғай алады. Александрдың гарпунына екінші жыртқыш түсті. Кеште батып бара жатқандықтан кері қайтуға тура келді. Жыланбас балық еті шынымен де өте дәмді, нығыз және қызылдау реңкте болады. Әдемі жыланбас балық, бірақ өте дәмді. Қазір біз базаға кері оралып, бұдан Вьетнам тағамын әзірлемекпіз. Жарайды, бүгінге балық аулау аяқталды. Өкінішке орай біз Шығыс Азия ас мәзірін жақсы меңгермегендіктен балықты жай ғана қуыра салдық. Соның өзінде де тағам өте дәмді болды.